Көпшілігіміз қазіргі кезде көпшілігіміз телефонда отырамыз, мысалы, немесе автокөлікте отырамыз, бүкірейіп табуреткелерде отырамыз. Сол кезде адамның омыртқалары шаршайды, қан жетіспейді, кровообращение дейді, қан айналысы болмайды. Сол үшін де мына керемет бір 4-5 жаттығу көрсетейін, малдас құрып отырып жасайтын. Малдас құрып отырып жасай алмасаңыз, оның ешқандай проблемасы жоқ, аяқты осылай отырып жасауға болады. Егер малдас құра алмайтын дәрежеге жеткізсеңіз, сондай. Малдасымызды құрдық, мына саусақтың ұшымен тіреміз, былайынан міне. Қазір арттан бір қолмен міне. Қазір 10 рет міне. Бір қол былай кетеді, бір қолды артқа басымызды бүкіл денені жүреміз. Скручивание, жеңіл желпі бұрылу дейді, керемет жаттығу. Қазір ендеше 10 рет мысалы. 1, 2, 3, 4, демді алдық. 5, 6, міне, қолымды қараңыз. 7, керемет. 8, 9, 10. Мынаумен поддержка атамыз. 11. Орташа шапшаңдықты жасаймыз. Керемет, сергіп қалды уже омыртқалар. Келесі міне көтердік қолды, наганы алдық, үстінен алдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сонда бүткіл омыртқалар мойынға зажимдер дейді, ашылады, шейна секунда арқалар ұратындар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Керемет, мен сергіп қалды. Болғаннан кейін тарттық. 1, 2, 3, 4. Қайырдық, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жай жібердік. Одан соң жайлы болса малдас құрған уақытта жайлап алақанымен тегізіп, былай созылуы мүмкін, біреулерді жерге тиюі мүмкін. Осылай 10 секундте жатамыз. Жамбасы көтермеу керек. Полный тартылу керек. Қырынан көрсем, қазір басында міндет емес тигізу. Кейбіреуің былай тимеуі мүмкін. Соның өзі мына бүткіл омыртқаны 8 көзден бастап бәрін тартады. Міне көбіне айтып отырмын, автокөлікте таңертең кешке дейін. Міне сидалышнер бәрі созылады. Осы барларынша 15 секунд, 30 секунд, 1 минутқа дейін болады. Жай жібереміз. Одан кейін мен аяқты ашамыз. Сергітетін жаттығулар моментально. Аяқты аштық, осылай қойдық, міне. 1, 2, 20 рет, қазір 10 рет жасаймыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Керемет. Қарапайым жаттығулар. Келесі, осы аяқты создық, денені тіке ұстап барып, бәшбайдан ұстаймыз. Қазір ұстай алмасаңдар, онда техникасын алдық, шынтақ тегіземіз. Осылай. Әрбір жаттығу 10-15 секунд. Былайынан созамыз. Содан аяқтың арттары созады. Айтады, здоровый сердце нога. Аяқ икемде әлі күшті болу керек. Керемет. Егер тегіз алмайтындай жағдай болса, міне, бірінші осылай ұстадық, тарттық, жібермейміз, тегізіп аламыз. Содан кейін барып келесісін тарттық, қол жібермейміз. Осылай үйретіп аласыздар жайлап. Болғаннан соң міндетті түрде міне біз анамыздың ішінде жатқанда осылай жатамыз. Позиция ребенка дейді, младенца дейді, кішкентай баланың міне қалпы осылай иықты тегізіп, иық тимесе не обязательно. Егер мынау тізе бүгілмесе де, ол міндет емес. Жайлап үйренесің. Иықты тегізіп, мысалы басымды былай 30 секунд бір жатам, 30 секунд немесе 1 минут. Келесі жағына 30 секунд немесе 1 минут бұразыздар. Осылай бүткіл ағза демалады, миға кислород келеді, арқа демалады, жайлап жатамыз. Тұрарда жай тұрамыз, резкий движение жасамаймыз. Болғаннан соң тізерлеп болсын, немесе малдас құрып отырып болсын, 3 рет. Артқа. Ұнаса лайк басыңыздар, каналымды көтеріп қойыңыздар, алға қарай керемет денсаулыққа пайдалы ақпараттармен таныстыратын боламын. Аман болайық.